жолмен жүріп, кішкентай бір енді кеше. Үйдің іші жылы жарық, достар отыр мәз-мейрам. Бірақ қонжық шығып кетті, ескертусіз байқамай-ақ. Орман іші түнеріп тұр, жыланды көріп қонжық. Көмектесіңдер деп жылады, бірге болып қонжықты қоршап алып қорғады. Үш ұл еді үйге қайтып, анасына бәрін айтып. Анасы айтты жымиып, Абай болыңдар деп ақыл қосты балаларға. қонжық тиін қоян бірге жүретін, ешқашанда ескертусіз жалғыз кетіп көрмейтін. Балалар, қандай жағдай болмасын, әке аналарына келіп айта қойыңдар.